Кітап күні бекітілгелі кітапхана төрінде күнде жиын. Бұл жолы оқырмандар қатарында жыршы термешілер бар. Себебі мәдени ордадағы кезекті танымдық кеш ақын Ақтанның жырларына арналды. Тарихи тұлғаның шығармашылығын насихаттап қана қоймай, өнердегі өзекті мәселелер әңгіме арқауына айналды. Тезелетін нәрсе сол бітіріп шыққаннан кейін жұмыс істейтін орындар аз. Маман дипломды алып шығады да, өнер мектептерінде бір ғана 4-5 сағат бере шығар болды. Шабыттың университеттің барлығын оларды алмайды. Сондықтан олар басқа жақта керек болатын болса, жұмыс жоқ тойларда кетіп қалады. Енді бірақ менің айтатыным, жұрт тыңдамайды екен, осындай екен деп шегіне беретін болса, онда бүткіл болмыстан, қазақилықтан айырылып қаламыз. Жырау жыршылардың да жұмыс жоқ деп жігері басылмау керек, ізденіп алға ұмтылуы маңызды. Намыс деген болатын болса, шегінбе ілгері жылжу керек болатын болса, менің ойым енді сен уақыттарын ұзақ қылып айтатын әңгіме, мен қысқа қылып айтайын. Жаңғыз бұрынғы жырау шалдардың, жыраулардың, ақындардың емес, қазіргі ортамызда жүрген ақындардың әдем толғау дүниелері бар. Соларды қарастыра жүре, қасымызда жүрген ақындардың дүниелерін сол келтіре жүретін болсақ, қасыңда жүрген ақындардікін ана тыңдаушының қасында айтатын болсаң, мынау жақсы дүние деген керек. Ол менің өзімнің тірілей көріп жүрген нәрсем. Сондықтан жыраулар, жыршылар менде мамандық жоқ екен, болмай диплом алып жұмыс жоқ екен демей, ерегісіп алға ұмтылатын болса, түбі тарихқа еніп кетеді. Ақтан Керейұлы 1850-1912 жылдар аралығында Ақтөбе өңірінде өмір сүрген ақын, шоқтығы биік берен сөз иесі, қазіргі Байғанин ауданында ғұмыр кешкен. Жиында Ақтанның ақындық ортасы алқымды сөздері жайлы әңгіме өрбіді. Жас термешілер шығармасын орындады. Мен азғын тартар қазбен қу Ақтан Керейұлының шығармасын орындаймын. Бұл шығармада қоғамдағы азғындық пен әділетсіздік туралы айтылады. Өлең, бұны мен терме қылып орындаймын. Ақтан Керейұлының термесі. Қоғамдағы жаңағы азғындық, түрлі әділетсіздіктер. Бұл жерде ақынның теріс жолға түскен адамдардың мысқылын осы термеде орындайды, көрсетеді. Әдеби кешке онлайн формат арқылы әр өңірден әдеби қауым өкілдері қатысып пікір алмасты. Райгүл Эншібай, Бақытжан Едігеев, Ақтөбе телеарнасы.